Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Сабаққа дайындық қалай? Жақсы. Жақсы, өте керемет. Енді бүгінгі сабақта кім жоқ сыныпта? Барлық түгел ме оқушылар? Жақсы, рахмет. Ал үй жұмысына не берілді сіздерге? Иә? Сөз үйірмесіне Алтынбай Жомарт, Антон Қамшақ мәтіндерін оқу және де амалды туралы эссе жазу. Жақсы отыра ғой. Үй жұмысын сабақтың соңына қарай барлықтарды алып үй тапсырмасын аламыз. Енді бүгінгі сабаққа көшсек, балалар, бүгінгі біздің ғарыш сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ сейітқұл әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі. Ашық сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлер портрет пен іс-әрекеті арқылы образын ашамыз. Енді балалар, бірінші сабағымызды бастамай тұрып сұрақтарға жауап берсек, әрбір топта. Антон кім? Антон ол кедей адам болған, бірақ оған бір адам оған мотивация берген, және де ол кітаптарды сата бастап, ол бай болды. Жақсы, ол туралы өте жауап. Ал бірінші топтан тағы бір оқушы, иә? Шығармасаңыз. Қай ұяшы? Төртінші ұяшы. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин ол ақын, жазушы, және де балаларға арнап кітап жазатын адам. Алты. Қыпшақ сейітқұл кім? Қыпшақ сейітқұл Артықбай Жомарт неліктен жұмыс істеді? Артықбай Жомарт ол Жұмыс істегеннің бір себебі болған не балалар? Қандай қандай себеп? мен жұмыс істеп өзімнің кедей адамды. Менің артым әшекейлерім, күшті киімдерім болып, оларды киіп жүрсем, өзімнің кедей адамдарды мен сөйлей кетемін деп айтады. Ал екінші себебі ол мен тағы бай болсам да жұмыс істесем, ол артықшылық етпейді дейді. Ал үшіншісі, мен еңбектеніп алған тамақты нан, 2 тілім нан, ол мен денеме сіңіп, бой қуат береді. Ал төртіншісі, ол тарата сен кедейлерге көмек жәрдем берсең, ол сені жақсы көреді. Тоғызыншы ұяшы. Сейітқұл қандай әрекет жасайды? Қыпшақ сейітқұл бұл өзінің еліне жаңа жер табады. Сол жерде елін егіп, сол елін байланады. Бай. Келесі аяқ. Жетінші. Сейітқұлдың ағасының тағдыры туралы не білесіңдер? Сейітқұлдың ағасы ол барымтамен айналысқан, және ол Сейітқұлмен өзінің егін екпей мал ұрлап байынан теп жүргенде біреудің қорасына ұрлыққа түсіп, белгісіз біреу оны өлтіріп кеткен. Төртінші топта аяқ. Ыбырай Алтынсарин қандай білім алған? Ыбырай Алтынсарин ол әртүрлі сабақтардан білім алған. Ол әртүрлі тілдерден сабақ оқыған. Ол солай дүние қалай деп табылады деген шығарманы біздің қазақ тілге аударған. Және ол тағы басқа сабақтардан алғашқы мұғалім болған. Ыбырай Алтынсарин қандай білім алғанын білесіз бе? Қандай білімдерді алған? Қай тілде? Ыбырай Алтынсарин ол балаларға сабақ беріп, оларға жазу үйреткен. Ол өзінің жазуын ең басынан сосын әртүрлі тілдерді. Өйткені балалар кейбіреулері мысалы қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілін
білмей қалса, онда ыбырай сол тілде сөйлеп, ол өзіне де сол тілді білдіре алмайды. Al 4. topdan Әлібек. Hayır, 7. yaşam. Қандай себептермен қабырға өзенінің бойын тағдайда қыпшақ сейітқұл? Қыпшақ сейітқұл қонтаған себебі ол сол жердегі өте оңай. Өте пайдалы. Ал 2. топтан жұрақұшы. 5. yaşam. Артынтай жомарттың ұнаған қасиеті. Маған артынтай жомарттығы ұнады себебі ол адамдарға көмектесіп, өзі бай болса да, ол жұмыс істеп, ол кейбір адамдар сияқты кедейлерді менсінбейді. Ал 3. топтан аяр. Қандай шығармалар жазған Ыбырай Алтынсарин шығармалары? Ыбырай Алтынсарин Антонды біздің қазақ тілге дүние қалай ертең табылады деген әңгімені қазақ тілге аударған. Және артынтай жомарт қыпшақ сейітқұл. Ал 4. топтан Тұрғынхан Байсалса, 9 yaşında. Аяр. 12. yaş. Антонның өзгеруіне қандай себеп түрткі болды? Антонның өзгеруіне. Антон далада қара жолында оған бір жолаушы келеді. Ол жолаушы оған мынандай ақыл айтады. Мен сен жасында сен сияқты кедей болғанмын. Бірақ мен ол кезде қаржырамай жұмыс істедім. Себебі менің денем сау. Мен сол жобаға кірісіп бай болдым. Сол Антон соның бойына кіріп, ол жұмыс істей бастайды. Сосын ол уақытымен кітап дүкенін ашып Өте керемет жауап. Барлық топтарға рахмет. Енді біз келесі тапсырмаға көшсек оқушылар. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмаға көшіп кетіп, оқушылар меселерге бағалау парағын берсем. Әрбір топтың топбасына сіздерге бағалау парағын берем. Әрбір топтан қатысқан оқушыларға аты жөнін тізімін жазып, әрбір қатысқан тапсырмасына ұпай қойып отырамыз. Дархан топбасысы, Раяна, Алихан, Аяру. Неде Аяр? Топтағы қатысушыларында бағалайсыз. Классификация арқылы сол тапсырмаларды орындаймыз, яғни бірінші топқа берілген мәтін бойынша кестелерді соответственно жазамыз. Ал екінші топ, үшінші топ, және төртінші топтікі. Төртінші топқа Жан Сейітқұлдың облысының сызып жазамыз. Жан Сейітқұлдың классификациясы арқылы. Сіздерге бұл тапсырманы орындауға оқушылар 3 минут уақыт беріледі. 3 минут уақыт. Айтқан сөзім Екінші топ болды. Сейітқұл туралы жазыңыз. Әңгімедегі қыпшақ сейітқұл ол. Еліне қамқор, екінші айтқан сөзінде тұрады әділ. Ал өмірдегі қыпшақ сейітқұл мейірімді, ақылды, аңызға айналған екінші білімді еңбекқор. Өте керемет.
жерге апарды. Сосын бізді жақсы әрі керемет ауылына апарды. Оның ауылы өте керемет. Егін ексе барлығы бар. Өйткені Сейітқұл ол қамқорлы, адалды адам болған. Адал адам болған, иә? Жақсы, өте керемет отырып ойында. Тапсырма берді. Бізге әңгімедегі ұшақ Сейітқұлды және өмірдегі ұшақ Сейітқұлды сұрауы жауабы. Иә. Әңгімедегі ұшақ Сейітқұл екінші ақылды және еңбекқор. Сейітқұл тағы да ол мықты және сабырлы болған. Иә, өте керемет, жақсы отырып ойыңыздар. Тамаша, үшінші. Оқиғаның бастауы елін байытқысы келгені. Оқиғаның байланысы бұл егін егетін жерді іздеу. Оқиғаның дамуы көлден су тасуы, егінді егу. Оқиғаның Шарықтау шегі. егіннің көп жеміс жидек беруі және байлануы. Оқиғаның шарықтау шегі ауылының үйінің саны 400-ге жетіп, жан-жақтағы ауылдан адамдар көшіп келуі. Оқиғаның шешімі бұл байлану үшін еңбектену керек. Бай болу үшін еңбектену керек. Жақсы, керемет. Авторға хат жазамыз балалар бар. Авторға осы ұшақ Сейітқұл әңгімесін жазған авторға арнап өздерінің хаттарыңызды жазасыздар. Иә, сәттерге жазамыз. Авторымыз ол Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Сендерге 3 минут уақыт беріледі, балалар 2 балалы. Болып қояр, бағы топтар. Үшінші топтар. Болып қояр. Бар, бір доғы берейік, онда бір-бірден шығып, төрінші топтан. Адамсыз. Балаларға көптеген ертегі, алдары, құры, балаларды үйрету үшін шетел тілдерді жаттадыңыз. Біз бәріміз Ыбырай атаға рахмет айтайық. Сәлеметсіз бе, Ыбырай Алтынсарин? Мен сізге бірнеше сұрақ қойсам болады ма? Әрине. Сіз неге Антон деген әңгімені жаздыңыз? Өйткені болашақта балалар олар ерінбеу үшін, жатпау үшін, олар сабақ оқу үшін жаздым. Рахмет, сау болыңыз. Ыбырай Алтынсарин, маған сіздің шығармаңыз өте қатты ұнайды. Сіздің әр шығармаңыз бірдеңені білдіретін үйретер ақылдарыңыз бар. Мысалы, Қыпшақ Сейітқұлда еліне, халқына жомарт қамқор болу туралы айтылған. Сізге көп рахмет, сау болыңыз. Ізгі ниетпен Тұрсынбай Раян Сәйкес программамыз қалмыз қалай. Біз сізбен сіздің әртүрлі шығармаларыңызды оқыдық. Сіз өте ерекше жаздыңыз. Маған көбінесе Алтынтай Жомарт деген әңгіме ұнады. Сол жерде Алтынтай Жомарт бай болса да еңбектеген. Ол маған өте қатты ұнады. Сіз осындай шығармаларыңызды жазыңыз. Өте қызықты болады.
Sizin çıkarmalarınız var, çıkarmalarınız adamlara ülke ilgili. Dördüncü tapsırma, son tapsırmamız. Senkronizatsiya koordinatsiya. Sizler her sınıfta 21 sözüne bir yolda öyle kurayız. Verilген zat yesin, sinyesin, yetiştir. Sözden turатын söylem, және синоним. Beş sözden kurayız. Ne bekçi sözüne? Ya әркім өз басына. Ең bekçi sözüne. Сендерге 3 минут уақыт береді, олар бекітіп қойылады. Тоқтат арқан бастаймыз. Бес адам бар? Иә. Сондан қалыпты. Еңбекші төзімді мықты, еңбекші егін екті, еңбекші өте төзімді адам, жұмысшы. Еңбекші бұл адам, төзімді адам, еңбек етіп, еңбекші арманына жетіп, еңбекші еңбекқор, еңбекші. Еңбек теңдігінен тауып, өте әділ жұмысшы. Еңбекші. Мен еңбекқор, төзімдімін, ағаш екпей демала алмаймын, мен жұмысшымын. Еңбекші еңбекқор төзімді, жұмыс істейді, еңбек етеді, еңбекші өз жұмысына адал жұмысшы. Қамқор, еңбекқор, еңбексізіне төзімді, еңбекші адамдарға көмектеседі, адам және жұмысшы. Мен еңбекшімін, еңбекпен әділдікті сүйемін, ағаш егемін, жұмыс істеймін, еңбекті бақытамын, адал еңбекшісін табамын. Еңбекші шыдамды, ақылды, еңбекші керемет еңбек етеді, ешқашан ерінбейді, мақсатқа жетеді. Еңбек етеді, еңбекші еңбек етіп, құшақ табады, жұмысшы. Керемет, тамаша. Аяқ. Еңбекші ол ақылды, еңбек етеді, жұмыс істейді, жүзін егеді. Еңбекші халыққа өте қамқорлы, жұмысшы. Керемет, Айбек. Молодец. Еңбекші, мықты еңбекқор. Босқа уақыт кетірмей, егін егетін еңбекші. Мықты күшті жұмысшы. Бүгінгі сабақта Азизтай Жомарт, Қыпшақ Сейітқұл және де Антон сол ертегілерді қайталадым. Және де еңбекші сөзіне синквен құрадым. Және маған бүгінгі сабақ өте ұнады. Керемет, екінші топтан. Маған сабақ өте ұнады. Әсіресе төртінші тапсырма маған ерекше бал көрінді. Мен өлең шығара алдым. Және де маған барлық тапсырма ұнады. Маған осындай сабақты көп болғанын қалаймын. Рахмет, керемет, Абылай. Маған бұл сабақта қатты ұнады. Маған топтық жұмыс жақсы істеп, төртінші тапсырмалар жақсы істеп болады. Жақсы, аяғы үшінші топтан. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Сіздерге көп рахмет. Мен бүгінгі істегенім бұл Қыпшақ Сейітқұл сияқты өзіңді ғана ойламай, өзіңнің еліңізде ойлап жүрген. Жақсы, молодец. Аят, қорытынды шығарамыз. Қорытынды, маған сабақ өте ұнады. Сабақта барлық сәтті қайталадым. Молодцы. Енді стикерлерді алып келіп мына тақтаға қойып